Қазір желіде хит болып жатқан Нұрлан имамды білесіздер ғой. Бұл Нұрлан имамның феномені не деп ойлайсыздар? Жалпы психология саласында архетип деген нәрсе бар. Соның ішінде осы Нұрлан имам қолданатын трикстер деген архетипті қолданады. Мүмкін өзі біледі, мүмкін өзі білмейді. Бұл трикстер деген архетип адамға өзін көңілді сезіне отырып, өзін еркін сезіне отыруына көмектеседі. Және де сол арқылы шындықты айта білу өнері. Мысалға, небір корольдар, патшалардың қасында осындай шындықты қалжың арқылы жеткізетін, немесе де әртүрлі қазіргі кезде стендаптарда осындай қалжың арқылы кейбір шындықтарды айту өнері бар. Бұл архетипті Нұрлан имам осы күнге дейінгі әртүрлі өте көп болып кеткен желіде әртүрлі уағыздардың арасынан осындай басқаша болып шығуы, жаңа леп беруіне осы Нұрлан имамның трикстер деген архетипті қолдануында жатыр. Енді бұл трикстер деген архетипті тарихта Қожа Насреддин, білесіздер, қазақтарда оны Қожа Насыр деп атайды. Осы Қожа Насреддин өте әулие кісі болған дейді. Әртүрлі қызық оқиғалар арқылы адамдарға бір нәрселерді түсіндіре білген дейді. Тіпті христиан дініндегі адамдарды дінге кіргізген, ислам дініне кіргізген дегенде оқиғалары бар. Енді қазан оқиғасын білесіздер ғой, көршісінен бір күні Қожа Насреддин қазан сұрайды екен. Сөйтіп көршісі қайтадан сұрап келсе, қазанның ішінде тағы бір қазан жатыр дейді. Сосын Қожа Насреддин сұрайды, бұл не қазан десе, айтпақшы сенің мына қазаның туды дейді. Сөйтсе адам үндемей деп қойып салып алғанда бана қазанды. Одан кейін белгілі уақыт өткеннен кейін Қожа Насреддин қайтадан қазан сұрайды ана кісіден. Сөйтіп ол қуанып бере қояды. Бір уақыт өткеннен кейін қазан жоқ дейді. Уақыт өтеді, қазан жоқ. Сөйтіп Қожа Насырдан келіп қайтадан сұрайды. Қожа Насреддин, мынау қазан қайда кетті десе, ал жаны жәннатта болсын, жатқан жері жайлы болсын, арты қайырлы болсын, қазаның дүниеден өтіп кетті дейді ғой. Жаңа адам таңғалды, қалай қазан дүниеден өтіп кетті дегенде қалай десе, Қожа Насреддин айтады екен де, сендер қызықсыңдар. Бір қазанның туылғанына сенесіңдер де, қазанның дүниеден өтіп кеткеніне сенбейді екенсіңдер деп, осындай қалжыңдар арқылы жеткізе білген. Сондықтан Нұрлан имамның осылай айту стилі дүние жүзінде әртүрлі елдерде осылай уағыздарды айту стильдері бар. Бұл жалпы қазіргі кезде әр нәрседен жалыққан жастарға өздерін еркін сезіне отырып дінді үйренуге мүмкін көмек етеді.